Өзімді түсіргім келмей жүрген ғой. Қош бір демалайыншы деп шетелде жүргеннен кейін. Сөйтсем бәрі мына жерде бізді талқылау сүріп кетіп жатыр. Бәрі менің түрімді көріп қойды, бұшып тұрған. Бәрі мені көріп қойды, бетім бұшып жатқан. Боянып шығу керек еді просто. Өзім бетімді түсірмей жүрген ғой. Көркем дүние деген сол. Тамаққа той қалып кетіп баратырмыз. Водителіміз күтіп жатыр, иә, біздің. Әдемі, ана жер әдемі. Макияжсыз, ешқандай фильтрсіз. Өзімді көрсетіп бір мақтанайыншы деп түсіріп тұрмын. Посмотрите. Мен бетімде бұрын бар ғой, ана жерінде мынандай прям бетіммен былай. Помнишь, Жан, мен бетімдегі нелерімді? Нелерімді? Қара точкаларымды. Я помню. Аха. Қарашы қазір бет. Шын отзывыңды айтшы. Шынын қазір күннен көрініп тұр, прям жоқ, таза. Қараңыздар, мына жерімде бұлай болатын. И мына жерімде бұлай и бетіммен қоса болатын ғой, представляете? Қатты болатын прям. Дубайға барған кезде, помнишь, менде бір видео бар еді ғой? Мен соны саламын қазір. И шашымды қараңыздар. Нарощенный шаш болатын бұрын. Қазір өз шашым. Кайф, қандай күшті. Рахаттанып грин деп жатырмын. Тоналка жағып алдым бетіме. Барлығы сұрап жатыр ғой менен. Қалай шашыңызды өсірдіңізден қараңыз, қолыма сыймайды ғой, до такой степени қалыңдығы шашым. Айтса, көздеріңіз тек кетпесін, түкіріп қараңыздар деп. Өзіме көп алмай ақ қоям, бірақ айтады ғой, көбісі босанғаннан кейін шашым түсіп жатыр, ішім салбырап кетті, Зухра ханым, энергиям жоқ, сіз қалай энергияңызбен күшті болып жүрсіз деп. Еще қара дақтарымды қалай кетірем деп сұраған қыздар менен өте көп. Бұрын өйткені мені біледі ғой, Инстаграмда мен бетімді салған болатын бұрын. Бірақ енді прям алдым жаңағыдай видеоны салған жоқпын никогда. Ұялдым шынында десем салуға бұрын. Енді реально результатымен бөлісейші деп жатырмын ғой қазір. Босанғаннан кейін іштің салбырауы, кожада қара дақтар барлығын бәрі ойлайды, крем жаға саласың, кетіп қалады анау мынау деген сияқты. Біз ішімізден тазаланып. Мысықта үсіп, қорықпай жатады екен, қараңыздаршы. Бізден мысықтар қашып жүреді ғой. Тамақ ішіп болдық сол енді. Осындай атмосфера болып тұр. Без мяса, просто картошка. Капец вкусно. Настроение прекрасно. Наконец-то нормально тамашалатырмыз. Бәрі дәмді екен мына жерде. Бәрі дәмді. Первый раз, что все вкусно. Обычно что-то невкусно. Обязательно Вьетнамға келсеңіздер, Helicopter кафе десеңіздер, Koi Garden ба, сондай бір кафеге келіңіздер. Очень вкусно. Все вкусно и очень красиво. Вкусно! Đẩy ra, con nhau như đẩy ra gì đấy. Баласы кішкене жабай болып тұр. Бокс деуге барады. Бар, бокс. Қорықпа. Бокс деші, Димаш. Алдық. Пока что үйде 2-3 күн болды ма, жан мамалар? 3 күндей болды. Бұйырса қайттан келеді. Енді жеңгелерім келеді. Енді Құдай қаласа бір 14-ті, осы айын 14 құдалық қой, Шымкентте. Алдында бардық қой, мен ауылымда сол жақта құдалық болады. Соған енді заттарды алып кеттік. Анау мынаулар кешегі уақыт болмады, сөйтіп түсіремін деп едім. Қаяқтың аңыз баламен жүргенге білесіз, тез алу керек. Сонымен түгендеп бүгін кетті үйге. Аға екеуі ағамашысымен. Сол аңсарчик жақсы, аңсарчикте барлығы шүкір, иммунитетін көтерді, кішкене өзімізді ара бері жүріп, ана хабар, мына хабар, иммунитетін как раз ауылға барғанда мен мынаны тастап кеткен ғой.
мына витаминчигин. Сонымен ұмытып кетіппін, в общем, асығып жүріп, сонымен не керек, қазір қалдырмай беріп, иммунитетті көтеріп алдық, шүкір. Симіз түнгі 12-де біз оқтаумен осылай нан жаямыз. Бәрінің өзін жайып жатырмын. Сестрам деген аяғы ауыр. Сонымен деген майдың иісін жақтырмайды. Сондықтан өзім келіп осының бәрін жасап жатырмын. Ал бұйыртса құрбан айт құтты болсын. Biz de efirden шығып тамақтануға келдік. Менің қасымда енді кісілер бар. Екі кісі бар. Мынандай семейный адамдармен араласып бастап жатырмық. Ағеке қарасай. Нақ мен историяма ешқайсы қарамасыңдар. Адамдар дот жүрсе біз после отырмыз. Осылай отыр, короче. Сол тамақтанып отырмыз. Бақытсың ба? Бақытты сияқтысың что-то? Бақытты сияқтысың что-то? Нәкісімізді бөлек отыр. Алейкум, баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар, құрметті мұсылман қауымы. Бүгін мұсылмандардың ең ұлы екі мерекесінің бірі құрбан айт мерекесі. Баршаңызға құтты болсын. Алла тағалам шалған құрбандықтарыңызды қабыл етіп, Алланың құзыретінде молынан сауаптан жасын иншалла.